Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді және дайындалу жолы өте оңай тағам дайындаймыз. Қонақтарыңыз келіп қалған уақытта өте ыңғайлы. Ондай болса қарсы алыңыздар. Бірінші тауық етіне соя соусы мен майдан 2 ас қасықтан құйып, үстінен тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін саламыз да картопымызды дайындағанша қойып қоямыз. Дәмдеуіштермен бірге сарымсақты да қосуды ұмытпаңыздар. Бәрін араластырып, картопымызды дайындауға көшеміз. Толық рецепт описание бөлімінде бар. Лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Картоппен бірге мен асқабақты және сәбізді қостым. Оның үстінен тұзымызды, бұрышымызды және кептірілген аскөк қостым. Үстінен 2 ас қасық май құйып, оны табамызға салып араластырамыз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа рецепттерді бірінші болып көресіздер. Тауықты көкөністердің үстіне оларды толық жауып тұратындай етіп салыңыздар, сонда жұмсақ болып піседі. Табамыздың бетін фольгамен жауып, 200 градус қызған пешке 1 сағатқа салып аламыз. Одан кейін 10-15 минутқа бетін ашып қызартамыз. Міне дәмді тауықтарымыз дайын. Сіздермен болған Жұлдызай. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.